ласки принимать. Сорвали колокольчик, а он ей росу бросил на прощание, как прощальную слезу. Обещал ромашки век ее любить, обещал ромашки росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки, с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Плакала ромашка.
бірінші өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, қай ауданнан келдіңіздер? Көксу ауданы, Құрманов мектебі. Аты жөніңізді айтайық. Бейсенбек Жандос Жаңабайұлы, тәрбиеші жөніндегі орынбасары. Жақсы, қолдап қоясыз. Қаратау ауданы, әлеуметтік педагог, Көктоба орталық мектебі, Бекожан Рүстем Рахатұлы. Орта мектеп гимназиясы, директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Қуат Нұрғалиұлы. Кербұлақ ауданы, Жомарт Жабаров атындағы орта мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары. Ешқайсы айтқан жоқ, мен әкем. Текелі қаласы, 5-ші орта мектеп, әлеуметтік педагог, есімім Әсемхан Айқын. Алакөл ауданы, Еңбекші орта мектебінің тәрбиеші жөніндегі орынбасары, есімім Карим Барман Боладұлы. Орын табуына көмектеседі. Ұл бала әртүрлі мамандықтардың маңыздылығын түсініп, қандай да бір кәсіпті таңдауға дайын. Құрметті бүгінгі біздің тәжірибе алаңына қатысушы әкелер, сіздерге қазір мен қыздардың көмегімен биылғы 2025 жылды біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандығы жылы деп жариялаған. Олай болса, біздің әрбір отбасында тәрбиелеп отыр. Кез келген жағдайда біз әр кәсіпті білуіміз қажет деп ойлаймыз әкелер. Оны біз үйде жасайтын болсақ, бізді көріп өскен ұл бала бізден үлгі алатыны сөзсіз. Ендеше сіздерге арнап қазір Экранға назар аударсаңыздар, қазір бірінші жаңағы аспазшы мамандығы бойынша тұр екен. Бізде аспазшы ағайымыз, сізге сұрақ болады. Аспазшы әкеміз ортаға кішкене шығып көрсеңіз мына жақта. Экранға назар аударыңыз. Мен қасыма келіңіз. Сізге сұрақ. Ер адамның істеген тамағы дәмді болады дейді. Қалай ойлайсыз? Ер адам анда-санда тамақ істеп тұрғаны дұрыс па? Сіздің қолыңыздан қандай тамақ жасау келеді? Көрермендерге қарап жауап берсеңіз. Ол енді ол рас ол енді. Ер адамның тамағы дәмді болатыны рас ол. Енді мен көп жасамаймыз ғой, өйткені еркектер көп жасамайды ғой өзі. Жылда бір 2 рет 3 рет жасайтын шығар енді. Сондай бір керек болады. Өйткені мен өзім білем бала кезімнен жаңағы. Өзім ұлым қызым бар ғой, кішкентай болған. Сол кезде енді мамасы кейде жоқ кезде тамақ жасайтынбыз. Сол кезде әйтеуір керемет жеп қояды ғой, түк қалдырмайды. Өте дәмді. Сосын жаңағы өзім жаңағы картошка басқан жақсы көремін. Рахмет, қошемет көрсетіп қояйық. келесі бізде құрылысшы. Суреттегі құрылыс заттарының атауларын атап өтіңіз. Қайсысын өмірде жиі пайдаланасыз? Балға, сызғыш, ара, электронды шуруповерт, барлығы сайман салатын сөмкесі. Осы заттар сіздің үйіңізде бар ғой, иә? Әрине бар. Әрине бар. Жылда ремонт жасаймын мен. Дұрыс. Осы заттарды біз ұл балаларға, ер балаларға үйде әр жаңағы жұмыс жасауда үйретуіміз керек екен, әке тәрбиесінде. Жақсы, рахмет сізге. Үйретеміз, үйретіп жүрміз, көрсетіп. Қошемет көрсетіп қояйық. Келесі ұста. Назар аударсаңыз. Ұстаның қызметі мен рөлі қандай деп ойлайсыз өмірде? Ұстаның қызметі мен өмірдегі рөлі ол өте маңызды деп ойлаймын. Негізі ұстан анау-мынау адам бола алмайды. Ол жерде кәдімгідей білім керек, жаңағыдай темірді қыздыру керек, қыздырғаннан қай уақытта майға салатыны бар деген секілді өзінің қиындықтары бар. Өте маңызды деп ойлаймын. Өте тамаша. Рахмет. Келесі өрт сөндіруші. Неге өрт сөндірушілердің киімдері жылтыр матадан тігіледі және салмағы қанша? Ортаға келіңіз. Неге өрт сөндірушілердің киімдері жылтыр матадан тігіледі дейді.
өрт қаупі төнген жағдайда жаңағы жылтырмата жанбау мақсатында қолданылады деп ойлаймын. Одан кейін үйде де біз сіріңкені, газды, жаңағы пештің жақтауларында тұрған дүниелердің барлығын сақтық шарасына балаларымызға күнделікті үйретіп отырамыз. Рахмет. Және киім салмағы қанша болуы мүмкін? Киім салмағы 20 килограмм болуы мүмкін. Біле жүріңіз, 30 екен. 30 килограмм салмақта болады екен. Әрине бұлар бізді өміріміздің қауіпсіздігін сақтаудағы қазіргі күннің батырлары дейміз ғой. Әрине сонымен қатар жылтыр киім кию себебі қараңғыда бірден жаңа көзге көрінеді екен. Келесі. Аула тазалаушы. Қоршаған ортаның тазалығына қандай үлес қосасыз? Болашақ жастарға қандай кеңес бересіз? Тазалықтың маңыздылығы неде деп ойлайсыз жалпы? Тазалықтың маңыздылығы енді ол ана айтады ғой, жинап жүрген жерде емес, адам өзінің артынан жинап жүрген тазалық болады. Енді болашақ жастарға қандай кеңес берерін? Ауланы шашпау, арттарынан тазалап жүру, болашақты біз болашақты ойласақ, оларды болашақты ойлау керек деп жеткізу сол балаларға. Яғни балаға ата-ана өзіміз үлгі екенбіз, өте жақсы. Рахмет жауабыңызға. Мамандық сантехник мамандығы, ортаға келсеңіз, әрбір үй иесінің қандай негізгі сантехникалық құралдары болу керек деп ойлайсыз? Кез келген үй жағдайында болады ғой бізде? Басқа үйлерді білмеймін, егер өзіміздің үйден алып айтатын болсақ, үйдегі бүкіл құбырды, судың тұрбаларын барлығын өзім орнатқан, сондықтан маған керекті саймандардың бүкілі бар. Ал әр үйде болу керек, тым болмағанда осы баллонный кілт болу керек деп ойлаймын. Кез келген су кеткен жағдайда бұрайтын істейді. Осындай тәжірибені үйде егер балаларыңыз болса, ұл балаға үйретесіз бе, көрсетесіз бе? Міндетті түрде, бірақ қазір менде олым жоқ, тек қана қыздарыма би үйретіп жүрмін. Рахмет, болашақта ұл бала болса, ұл баланы біз осындай жұмыстарды, қарапайым жұмыстарды. Келесі электрик екен. Үйде қаншалықты жиі жарық шамдарын ауыстырасыз? Соңғы рет қашан ауыстырдыңыз? Қазақта айтады ғой, әке көрген оқ жанар деп. Мысалға біз өзіміз білуіміз керек электричествоны. Одан кейін үйде балаңа да осыны үйрету керек. Мысалға патрон ауыстыру үшін, жаңағы бір күлшәтіл ауыстыру үшін электрик шақырмаймыз. Сол үшін өзің білуің керек, балаңа үйретуің керек. Қауіпсіздік шараларын ең бірінші назарға алу керек, ең бірінші. Одан кейін жаңағы лампыны ауыстырдық, 2 күн болды. Маңызды лампышканы ауыстырдық, кейкен. Өзім ауыстырып, мен өзім жасай беремін. Рахмет, өте тамаша жауап. Мамандығымыз дәнекерлеуші. Дәнекерлеуші аға, әке, сізге мынандай сұрақ. Арнайы дәнекерлеуші маманы болмасаңыз да тұрмыстық жағдайда қолданып көрдіңіз бе? Осы басыңыздағы мысал үшін киіп көрдіңіз бе дәнекерлеушін? Әрине киіп көрдім. Ауыл жерде тұрғандықтан әрқашанда ондай жұмыстармен айналысып жүреміз. Әлі де айналысудамыз. Сваркілеп, білеміз, сваркілеп жасап жүрміз. Әрине үйретем, мен балам кішірек болғандықтан қазір енді аса көп деген етпейміз. Бірақ енді отвертка бірдеңесі табасақ жүгіріп келіп жаңағы отверткамызды алып өзі бірдеңені шұғылап жасап жүреді, жанымызда жүріп қарап. Мәшіне жасап атақта тиіліп келіп жанымызға. Тамаша әріптестер, бұл жердегі біздің мақсатымыз әкелеріміз қарапайым үйдегі жұмысты әрбір болашақ өздерінің ұрпақтарына, ұл балаларға үйде үйрету керек. Сол жаңағы әрбір бір ақ рет